Баршаға сәлем достар, бүгін сіздерменен видеоға маска қою жайлы сабақ өтетін боламыз. Біз бірінші орында видеоны осылай таймлайнға тастап аламыз. Мінекей, көріп тұрған болсаңыздар, енді видеоның үстінен басамыз. Мына жерде маска деген бөлімі бар екен. Маска деген бөлімі бар. Бізде осындай CapCut бағдарламасы осындай маскаларды видеомызға өзі осылай рекомендация қылып беретін болады. Енді сіздер бұл масканы видеоға қалағанша қойсаңыздар да болады дегені. Енді мына жерде масканы мысалы осылайша қойсаңыздар да болады. Мына жерде көріп тұрған болсаңыз настройкада жайына алмастырасыздар және повернуть дейді. Мына жерде перо деген бар, яғни бұл көріп тұрған болсаңыздар более градиентке ұқсас осындай маска болады деген сөз. Мінекей. Енді бұл не үшін керек десеңіздер, мысалы сіздер мынандай видео қоятын болсаңыздар, яғни қазір сіздерге көрсете кетейін, яғни сіздерге осылайша көрсете кетейін. Мысалға мына видеоға текст қоятын болсаңыз, яғни осы текст более анық көріну үшін мінекей, осындай видеоға текст қоятын болсаңыз, мысалға мен мына жерде текст қоямын қазір, мінекей. Яғни бұл текст бізде анық көріну үшін біз видеоға осылайша үстен басамыз және мына жерде маска бөліміне кіріп горизонтальныйды таңдаймыз және осылайша төменге түсіріп мынандай жерден осылайша градиентті жағып қоямыз. Сосын біздің текстімізді осылайша кішірейтеміз. Мінекей. Бізде сонда біздің видеомыздың кез келген жерінде осындай текст көзге тез тасталатын болады деген сөз. Яғни сіздерге маска жайлы сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бізде мына жерде осындай нәрселер бар. Яғни наложение. Яғни менде мына бір видео бар. Мінекей, осылай мен дәл осы видеоның маскасын алып тастасам болады. Яғни мына жерде мен қазір кез келген масканы осылайша қойсаңыздар да болады. Мінекей, екі жақтама немесе осылай круглый қылып қойсаңыздар да мына размері, мына жерде градиент, яғни өздеріңіз көріп тұрғаныңыз, мына вертикальный және мына жерде круглый дегені. Ал мына жерде сердечко екен, бұл тек қана размері үлкейтіп кішірейтесіз және мына жерде градиентті осылай көлеңкені қоссаңыз болады. Мына жерде звездочка, бұл да дәл осылай болады екен. Енді кезекте біз масканы бүтіндей алып тастаймыз. Сосын мына жерде біз наложение бөлімінде, мына наложение бөліміне кіріп осылайша біз екі видео қойып алған боламыз. Яғни екі видеоны осылайша мен қоямын, мінекей, көріп тұрған болсаңыздар, размерін кішірейтіп осылайша қойып, және мен дәл осы видеоларға мен текст жазамын мына жерде. Мысалы, мына жерде бірінші видеоның атын осылайша мен Apple деп жазып алдым. Мінекей, көріп тұрған болсаңыздар, размерін кішірейтемін. Бізде дайын болды. Енді дәл осындай текстті мен көшіріп аламын да, сосын тексттің үстінен басып, мына жерде изменить етемін. Мысалы, газета деймін. Мен мысалы дәл осындай видеоға анимация жасап, бір нәрсені түсіндірмекші болған кезде осындай маскалар маған керек болады. Енді мына жерде сіздер өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, наложение бөліміне кіреміз және видеоларды алдына шығып қоямыз. Яғни мына артта тұрған фон, мынау екі наложение болып есептеледі, мынау болса бізде текст болып есептеледі. Яғни өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді бұл жерде бізде онша қызық емес сияқты болып тұр. Мысалы, мына көріп тұрған видеоларыңыз, мына жерде мен стикер қоса кетейін қазір. Неге мен мына жерде осылайша бір анимация түсіндірмекші боламын. Яғни өзім осылай видео істеген кезде мына жерде Apple дейді, яғни дәл осыны көшіріп аламыз. Сосын мына жерден газета дейміз. Мінекей, размерін осылайша кішірейтіп отразить. Мінекей, жалпы мен осылай видео анимация жасап бір нәрсені түсіндірмекші боламын. Дәл осы жерде мына көріп тұрған болсаңыздар, наложение бөлімінде тұрған бізде өте қырлары үшкір болып, негізінде өте төмен качестводағы монтаж болып тұр. Яғни ең қарапайым десе де болады. Яғни өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, ең қарапайым түрдегі болып тұр. Енді біз дәл осыны үстінен басамыз. Мына жерде масканы пайдаланамыз. Яғни мына жерде маска бөліміне кіріп, дәл осы жерде мына көріп тұрған болсаңыздар, прямоугольныйды таңдаймыз. Сосын видеоға осылайша масканы береміз. Мінекей, барынша бүткіл масканы тура видеоның бұрышына қоямыз. Яғни қырына тұспа-тұс қойып шығамыз. Сосын мына жерде закруглить деген бар. Көріп тұрған болсаңыздар, мен закруглитті баса алмай жатырмын. Сол үшін мына жерде өзінің настройкасынан осы нәрсені істейтін боламын. Яғни нәтижені көріп тұрсыздар қалай болып жатыр. Более креативный монтаж шығу үшін дәл осы мен видеоның үстіне басып маска қоямын және де масканың настройкасын осылайша істеп қоятын боламын.
Мінекей өздеріңіз көріп тұрған болсаңыздар, біздің маскаларымыз дәл осындай жерде более креативный, әдемі көрініп тұр. Яғни өздеріңіз көріп тұрсыздар. Дәл осындай монтаж істегенде осындай видеоға осындай маска беріп істесеңіздер де болады. Және де мына көріп тұрған болсаңыздар, біздің видеоға осылайша маска беріп, соң астына осылайша гарриден тартамыз, сосын біз текст жазып қоямыз. Сол кезде біздің текстіміз осылайша анық көрінеді деген сөз. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын маска сабағы. Келесі видеоларда кездескенше сау сәлемет аман болыңыздар.